Сәлем достым. Бүгін біз көк теңіз туралы аңыз есімді дорамаға кино шолу жасайтын боламыз. Бірінші бөлімнен бастаймыз. Кино басында теңіз үстінде толқын болып, толқыннан шыққан балықтардың бәрін адамдар жинап ала бастайды, және де бұны жақсыға жориды. Және де жинап жүрген мезетте үңгірдің ішінен русалканы кездестіреді, және де олар оған таң қалады. Және де олар патшаларына русалка тауып болғанын жеткізеді. Ал басшысы русалканы көріп, оған тамсана және оны ұстағысы келеді. Сол мезетте оның қызметшісі оған жол бермейді, және де бір оқиғаны айтып береді. Егер де қолыңыз русалкаға тиетін болса, русалка өз қорыққан адамның жадын ауыстыратын күшке ие. Не істеген басшысы? Қалайда мен оған ұстаймын? Не мен ұстаймын, немесе менің қылышым оның басына тиеді дейді. Және сол кезде болыс басшысы келеді. Және де оған оны өлтіруге рұқсат бермейді. Және де менің бір талабымды орында деп русалканы жіберуге міндет қылады. Және де болыс басшысы қызды суға жіберген кезде оның қолын ұстайды. Ал қыз болса оның жадын өшіріп тастайды. Кадр бірден 21 ғасырға оралады. Бұл жақта біздің болыс басшымыз бізде нағыз алаяқтың өзі болып шығады. Және де ол мейірімді. 21 ғасырдағы болыс басшысының қолынан адамды гипноздау келеді. Және де неше түрлі ғимараттарға кіріп, оларды алдап алаяқтықпен айналысады. Енді айтатын болсақ, болыс басшысы деген 21 ғасырда бұның есімі Хо Жунже. Және де Хо Жунже заманда русалканы танығанын, русалкамен жүргенін білмейді. Және де русалка өзінің адаммен жүргенін білмейді. Және де екеуі де тағдыр ретінде қайтадан өмірге келген болатын. Хо Жунже бір күні теңіздің жағалауына үй сатып алып, сол жерге көшеді. Және де күнде русалка оның үйін көріп, және де русалка судан шықса, ол адамға айналады, ал суға кіретін болса, су перісінен алатын қабілетке ие болады. Ол судан шығып, Хо Жунженің үйіне кіріп, оның үйіндегі заттарды тамсана қарап, және де адамдар жейтін тамақты ол да жегісі келіп, оны да жеп көреді. Және де оны көрген Хо Жунже оны ұры деп ойлап, оны милиция шақырып беріп жібереді. Оны дым түсінбеген русалка онымен жүреді, оның қолына кісен салып алып кетеді. Бір уақытта оның видеоға түсіріп алған еді Хо Жунже. Хо Жунже видеоны қарап отырып, қыздың қолынан өте ерекше және де бұрынғы бұйымдардың қатарынан болған білезікті көреді. Және де оны енді Хо Жунже бізде алаяқ ретінде ойналып жатыр. Хо Жунже өз достарына жібереді, бұл жайлы ақпарат тауып беріңдер деп. Сөйтіп бұл 99-да 9 расталады. Бұл бұрынғы және нақты көшірмес емес екені. Сөйтіп ол Хо Жунже енді оны алғысы келеді, екен ол 6 миллион вон тұрады екен оның бағасы, егер оны алатын болса. Сөйтеді де оны қайттан милицияға барып, және де ол гипноз бар деп айтқан едік. Сөйтіп Хо Жунже гипноздап милицияны, және де ол менің қалыңдығым деп ерекше гипнозға түсіріп шығарып алады. Сөйтіп қызға қарап, және де ода жөні дұрыс киім болмаған соң, оны киім дүкеніне апарып киіндіреді. Бірақ оған қыз емес, қыздың қолындағы әшекей ғана керек болатын еді. Өйткені ол 6 миллион вон тұратын еді. Сөйтіп бір уақытта қыз даже аяқтары неше түрлі қызықтар болады. Және де Хо Жунже оны киіндіріп болғаннан кейін неге асханаға алып барып, ол жерде де тамақтандырады. Бірақтан русалка біріншісінде киімді кигенде де дұрыс кие алмайды, және де тамақ жегенде де асап бәрі қолын сұғады. Оны көрген Хо Жунже оны қасқыр тайпадан келдің ба, маймыл тайпадан келдің ба деп келемеждейді. Сөйтіп те барады, қалай жеу керегін үйретеді. Сөйтіп Хо Жунже ғимараттың ішіне кіргізеді да, отырғызады да, русалканы үстеді да, мен қазір келем дейді да, гипноздап оның қолындағы несін алып қояды. Қолындағы
әшекейді алып қояды, сөйтеді да фөкет жоқ болып кетеді. Ол қазір келем деп русалкаға айтып кеткен болатын. Сөйтіп русалка оны күтіп отырады, түн болады. Сөйтіп түнге ғана сөйтсек хожунже әшекейді алып қызды тек тастап келді, тастай салуға келген екен. Өйткені бұл жерде русалканың да және хожунженің де бұрынғы заманы есінде жоқ. Алда келе жатамыз, өйткені хожунже мен русалка бұрынғы шақ есіне түседі. Ол алдыңғы тақырыптарда айтатын боламыз. Енді бірінші серияда осылай, және де хожунже кетпей, ол қызды ойлап, русалканы ойлап қайтадан келеді.